Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз 2 сынып 26 сабақ. Дауыссыз К мен Г әріптері. Бүгінгі сабақты көрден алдын каналыма тіркеліп қоңырау түймесін басып қойыңыздар. К, Г әріптерін жазылуды мәтіннің тақырыбымен ондағы негізгі ойды анықтаймыз. Бүгінгі жаттығу біріншісі 31 жаттығу бағандағы сөздерді оқы. Жүрек, жүрегі, кірпік, кірпігі, тілек, тілегі, көк, көгі, әйнек, әйнегі, білек, білегі. Сөздерді салыстырып сөз соңында К дыбысы неліктен Г дыбысына өзгергенін айтып көр. Өз қотыңды келесі беттегі мәліметпен салыстыр дейді. Бұл жерде жүрек деген түбір сөз, бұл жерге әрпі, дауысты әріп дыбыс қосылғаннан кейін К әрпіміз Г-ға айналып кетті. Баларында көріңіздер менен не жерде К әрпі бар еді, мұнда Г әрпіне айналып кетті. Өйткені мына жерде дауысты дыбысын қостық, содан кейін ол өзгерді балалар. Осы ескертуді жазып қойасыздар. Сөз соңында К дыбысынан кейін дауысты дыбыс келсе, ол Г әрпіне айналады. Түлек, түлегі, серік, серігі, тірек, тірегі де осылай мысалдар жазып қойған балалар. Келесі жаттығуымыз 32 жаттығу мәтінді тыңда. Менің атым Қожа, көріп отырсаңдар, пәлендей әйдегі ат емес. Шынымды айтсам, бұл о баста Қожа емес, Қожа берген екен. Туу куәлігінің өзінде солай деп жазылған. Бірақ бертін келе Қожа берген сөзі қысқартылып, Қожасы ғана қалды. Тегім Қадыров, бір кезде Қадырұлы деп те жазып жүрдім. Бірақ жұрттың бәрі оф болып жатқан соң, мен де Қадыровқа қайтып келдім. Мәтінде кім жайында айтылған? Мәтінге ат қой. Қарамен жазылған сөздерді қандай дыбыстар өзгеріске ұшыраған деп ойлайсың? Бұл мәтіннің атын Қожа деп қойсақ болады. Менің атым Қожа деген бұл шығарма, Бердібек Соқпақбаевтың кітабы болған, және оның киносы да бар. Балалар, өздеріңіз көргенсіздер. Оның негізгі тегінің аты Қадыров болған екен. Сол жайлы осы кітаптан, шығармадан үзінді екен бұл жерде мәтініміз. Енді қарамен жазылған сөздер: куәлік, куәлігінің, тек, тегім. Бұл жерде куәлік дегенде соңғы әрпі К, тек дегенде де К. Бұл жерде біз жалғау жалғандық, мысалы куәлігінің деген сөз жалғанғаннан кейін К әрпіміз Г-ға айналып кетеді екен. Тегім дегенде де К әрпі Г-ға айналып кетеді екен балалар. Келесі жаттығуымыз 33 жаттығу. Көк нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Менің тегім Қадыров. Атым Қожа берген. Қожа берген. Туған жерім Қазақстан. Мен 2 сыныпта оқимын деп жазып қойсаңыздар болады екен балалар. Мысалы, бұл жерде мәтін бойынша жаздым ғой. Енді сіздер өздеріңіз аттарыңыз жазсаңыздар болады. Менің тегім, мысалы, өздеріңіз фамилияларыңыз жазасыздар. Атым, өздеріңіз аттарыңыз жазасыздар балалар. Туған жерім дегенге ауданды, қаланы жазсаңыздар да болады. Нешінші сыныпта оқитындарыңыз белгілі, 2 сыныпта оқимын деп жазасыздар. Осыны өзгертіп жазуға да болады балалар. Мен осы мәтін бойынша жаздым, сіздерге түсінікті болу үшін. Келесі жаттығуымыз 34 жаттығу. Бос торкөздерге К дыбысынан басылатын сөздерді тауып жаз. Мысалы, К дыбысы қандай дыбыс дейді? К дыбысы ол дауыссыз дыбыс, қатаң дыбыс болып саналады. К дыбысы сөздің қай жерінде келіп тұр? К дыбысы сөздің басында келіп тұр, балалар, мінеке. Бұл жерде біз бірінші қатарға кітап немесе кесе деп жазсақ болады екен. Кесе деп жазсақ болады екен. Келесі қатарға көйлек деп жазсақ болады. Үшінші қатарға көркем, төртінші қатарға көбелек, ал 5-ші қатарға көмектесу деп жазсақ, осы тор көздерге сәйкес келеді екен.
Сіздер қалауыңыз осындай торкөз сызып жазсаңыздар да болады, немесе 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп 5 қатар деп осылай жазып қойсаңыздар да болады балалар. Келесі 35-ші жаттығу. Бос торкөздегі әріптерді сағаттағы сан ретімен орналастырып оқы, шыққан мақалды жаз дейді. Мысалы, сағат 1-де қандай әріп? Б әріпін жазамыз, мұнда. Келесі 2 санында қандай әріп тұр? А әріпі тұр, А әріпін жазасыздар. Үшіншісінде Л әріпі тұр, міне, Л әріпі. Төртіншісінде 2 санында тағы да А әріпі тұр. Мұна санға қарап, мұна сандарға қарап, мұнда сағаттың бойындағы мұна әріптерді жазасыздар балалар. Бала, екіншісі сызықша, 4 санында К әріпі тұр, 5 санында Ө әріпі тұр, мінекі жазып қойдың астына. 6 санында Ң әріпі тұр, 7-де Ы, 3-де Л әріпі, 8-де Д және 7-де тағы да Ң әріпі және 6-да Ң әріпі екен. Бала көңілдің гүлі деп шығады екен мақалдың жауабы. Осылай сіздерді әріптің тұсындағы, санның тұсындағы әріптердің барлығын жазсаңыздар болады. Мақалдың мағынасын түсіндір дейді. Бала көңілдің гүлі дегені, бала болса қуаныш болады үйде. Ата-анаға баладан тәтті, одан қызық нәрсе жоқ. Сіздер ең қадірлі адамсыздар ата-аналарыңыз үшін балалар. Сондықтан баланы көңілдің гүлі деп атайды. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды балалар. Менің каналыма тіркеліп қоңырау түймесін басып қойыңыздар. Келесі сабақтарда кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.